Абсолют есту қабілеті деген не? Сіз білесіз бе? Әр нотаны дара күйінде дәл танитын адамдар бар. Олар абсолют есту қабілетіне ие жандар. Мұндай адамдар кез келген музыкалық дыбыстың биіктігіне ешқандай аспапқа сүйенбей дұрыс таба алады. Бұл кәдімгі балмұздаққа не қосылғанын білмесеңіз де, дәмін татып, құрамын айта алу секілді қызық құбылыс. Ғылымға сүйенер болсақ, әлемде адамдардың шамамен 5% ғана абсолюттік деңгейде естиді екен. Мұндай қабілет классикалық музыка өкілдерінің ішінде Рахманиновта, Скрябинда, Моцартта және Бетховенде болған. Заманауи шетел әншілерінің ішінде Уитни Хьюстон, Майкл Джексон мен Билли Айлиш. Ал қазақ эстрадасында қателеспесем Мадина Садуақасова мен Фарида Жолдасовада есту қабілеті осындай абсолют деңгейде. Бірақ абсолют есту қабілеті музыкадағы жетістіктің кілті емес. Оған дәлел Чайковский, Вагнер, Шуман секілді классиктерде мұндай қабілет болмаған. Сондықтан кәсіби музыкант болу үшін есту қабілетіңіздің жақсы болса жеткілікті, абсолют деңгейде болуы шарт емес. Ендеше сіздің есту қабілетіңізді тексеріп көрейік. Мысалы, мына дыбыс қай нота деп ойлайсыз? Пікірге жаза кетіңіз.